Құрметті ағайын, өнерсүйер қауым, шынында да бүгін сондай керемет тарихи оқиға Гүл Алматыда өтіп жатыр. Мұрат бауырымызына ахан сері туралы, оның шығармалары туралы керемет жақсы ақпарат берді. Мына бүгінгі зал бірнеше рет өзім келген, бірақ бүгін ерекше осындай халықтың ықыласы жалпы аурасы сезініп отыр. Өздеріңіз білетіндей, елбасы тапсырмасы бойынша жалпы Алматы қаласында біздің Қазақстан бойынша ұлттық дәстүрлеріміз жалпы дамып келе жатыр. Енді 2 жылдың ішінде халық музыкалық аспаптар музейінің ішінде қаншама өзгерістер болды. Мен білуімше жалпы жыл сайын қазір 60-тан астам концерт өтеді апта сайын. 2 жыл бұрын басшылық айтқан концерттерге сондай аз адам жиналып жарнама жасадық. Бүгінде жарнамасыз қаншама халық үйреніп дәстүрлі концертке қатысып келе жатыр. Енді осы музейде совет заманынан бастап бізде 70-тен астам мемориалды аспаптар жиналған. Соңғы жылдары жаңа аспаптар осы музейге түспеген. 2 жылдың ішінде әкімшіліктің қаражатымен, жалпы басшылықтың үлкен жұмысымен 50-ден астам музыкалық аспаптар жаңадан осы музейге түсті. Соның ішінде 30 мемориалды аспап, сонымен бірге 100-ден астам осындай керемет жақсы біздің тарихпен байланысты, тарихты бізге жақындататын осындай аспаптар келіп түсті. Өткен жылы біз дәстүрлі музыка театрын Алатау ауданында аштық. Соған қоса универсиаданың басы-қасында үлкен жұмыс атқарылды. Қаншама мемлекеттен біздің жастарымыз 570 университеттен жастар келіп, дүние жүзінен универсиада қалашығында тұрды. Сол себептен қасында біз сондай дәстүрлі музыка театрын ашып, жаңа мультимедиялық дәстүрлі музыка орталығын аштық. Сол мемориалды аспаптарды сол жаққа апардық. Ол ең жаңа, ең керемет біздің ғимараттарымыздың бірі. Бірінші қабатта біз қазір бастаған қол өнер қалашығын дамытып келе жатырмыз. Универсиаданың мұрасы ретінде 1700-ден астам мұқтаж азаматтарымызға қолжетімді баспана берілді. Көп балалы аналар, жетім балалар, мүгедектерге Алатау ауданына білесіздер, Алматы облысына жақын қаншама азаматтарымыз Алматы қаласына келеді. Сондықтан олар да тек қана спорт шараларына қатысып қана қоймай, жалпы біздің дәстүрімізді, мәдениетімізді, музыкамызды танып жатыр. Соған қоса өздеріңіз білетіндей, өткен жылы елбасы Францияға барып, ЮНЕСКО аналарында сөз сөйлеп, сол кезде 170 мемлекеттің өкілдері бір ауыздан Алматының 1000 жылдығы ЮНЕСКО шеңберінде тойлансын деп атанды. 1979 жылы өздеріңіз білетіндей, тұңғыш рет 800 жыл бұрын қаламызда күміс теңге шығарылған. Ол дамыған қаланың үлкен көрсеткішті. Өзінің жеке валютасы болған деген сөз, ол мәдениеті дамыған, инфрақұрылым сондай қала болған. Бірақ өкінішке орай совет заманында осы тарихқа жол берілмеді. Енді тәуелсіздік алғалы бері қаншама өзгерістер бар. Қарасаң, Алматының өзінде тәуелсіздіктің бірінші жылдарында тек қана 7 қазақ мектебі болған, қазір 66 қазақ мектебі болды. 12 есе қазақ тілінде оқитын жастардың саны өсті. Ол елбасының саясатының үлкен көрінісі. Ал енді осы жақында ғана елбасы өзі халыққа рухани жаңғыру бағдарламасын ұсынды. Сол кезде көп мәселелер біздің дәстүрімізге, музыкаға, тілге байланысты бастамалар жасалынды. Өткен жылы біз Алматының балалары тарихты білсін деп «Алматы менің сүйікті қалам» деген кітапты шығардық. Сол арқылы біздің жастарымыз өз тарихын жақсы болашақта біледі деп біз сенеміз. Ал енді елбасы осы 25 жылдың ішінде реформаны, өте қиын реформаларды өткізіп жатыр. Соның нәтижесінде тек қана Алматыда экономикамыз 100 есеге өсті.
қаншама халық бүгін жақсы өмірге ие болып жатыр. Тек қана машиналардың саны 10 есе өскен, баспананың қанша 2 есе өскен қаламызда. Енді біртіндеп біз осындай керемет дамыған мемлекетке айналып отырмыз. Екі үлкен жағдай: бірінші ол саяси реформалар, екіншіден біздің заңымызда жазылған негізгі құндылық ол адам, оның өмірі, оның бостандығы, оның денсаулығы, оның жақсы өмірге қол жетімдігі. Сондықтан екінші үлкен реформа ол әрине экономика. Бірақ екі реформаны біріктіретін, оның негізі болатын ол рухани байлық. Біз мәдениетсіз, музыкасыз, біз рухымыз мықты болмаса, біз ең дамыған осы мемлекеттің арасына кіре алмаймыз. Сондықтан қазіргі таңда елбасы әрине үлкен мәдениетке, соның ішінде дәстүрлі мәдениетке мән береді. Біз осы 2 жылдың ішінде айтыс өнерін, жыр, терме өнерін, ән, дәстүрлі қолдап жатырмыз. Соның арқасында біздің сондай дәстүрлі музыканттарымыз сахналарға шығып, сондай керемет жақсы концерттерге бізге ұсынып жатыр. Мына бүгінгі концерттің өзін қанша мен адамдарға қарап отырмын, шын мәнінде үлкен күш-жігер береді. Біздің болашағымыз зор болатынына. Енді қазақ халқы үлкен сондай ұлы көршілері бар. Біз айтамыз, мына Қытайдың айдаһары мен орыстың аюс, үлкен мемлекет, соның арасында тұрып, біздің ата-бабаларымыз сондай үлкен жерді сақтап қалған, біріктірген, біртұтастығын. Сондықтан біз бәріміз рухымыз биік халық болайық, бір-бірімізді қолдайық. Мына бейбіт өмір сүріп, жалпы бәріміз бір атаның баласындай жұмыс істесек, біз үлкен жетістіктерге, әлі көп жетістіктерге жетеміз деп ойлаймын. Ал енді бүгін бауырларымыз керемет жақсы айтып кетті. Бұл тарихи оқиға. Мына Ақан серінің қасиетті қара домбырасы бүгін осы музейге тапсырылып жатыр. Осы мүмкіндікті, сәтті мүмкіндікті пайдаланып отырып, мен Сәкен Жүнісовтың, біздің халық ақыны, соның ұрпақтарына алғысымды білдіруге отырмын. Олар осы домбыраны тапсырып жатыр. Шынында да мен ойлаймын, біздің музейдің қоры жыл сайын кеңейеді, біз оған жағдай жасаймыз. Осы шынында да біз енді бұрын осы жаңару жұмыстары жүргізген, осы жылы тағы қаражат бөлеміз, келесі жылы жаңадан оны жақсартамыз. Бірақ біздің Нұр Отан партияның мүшелері әкімшіліктің бастауымен жеке қаражатын салып, дыбыс, шам құралдарына жерде қойып, жаңадан жаңарттық. Енді сол дәстүрлі мемориалды аспаптарды біз Алатаудан да апарғанымыз, мына жерде қолайлы жағдай жасалмаған. Бірақ келесі жылы тағы мемлекет тарапынан ақша бөліп, біз ойлаймыз, жағдай бәрі жасалынады. Шетелдіктерді әкелген кезде Франциядан өзгерістеміз еді, олар айтты, ең қазіргі заманауи стандартқа сай керемет зал, дәстүрлі, осындай болып қалу керек деп. Сондықтан біздің халық музыкалық аспаптар музейі біздің мақтанышы. Ұлжан Байбосынова директоры, жалпы осы ұжым, біздің әкімшіліктің басшылары, мәдениет басқармасының төрағасы Арман Оразбайұлы Қырықбаев, жалпы біз қолдап, болашақта да осындай керемет концерттер мына жерде көбірек өтеді деп ойлаймын. Енді біз мысалы наурызға келетін болсақ, біз түркі елдерден бәрі музыканттардың жинап, болашақта Алматы түрік әлемінің орталығы болсын деп, рухани соған біз жұмыс істеп келе жатырмыз. Сондықтан көп рахмет. Мен ойлаймын, рухани жаңғыру бағдарламасының аясында осындай керемет шараны өткізу, ол біздің еліміз үшін үлкен тарихи сондай оқиға. Енді осы қара домбыраны музейдің басшысына тапсыруға рұқсат етіңіз.